Каналыма қош келдіңіз. Бүгін қазағымыздың ұлттық тағамдарының бірі, бәріміз сүйіп жейтін қазыны жасайын деп жатырмыз, және рецепті анашымнан сұрап алдым. Мамамның қазысын жеген адамның барлығы бұл рецепті сұрайды. Сондықтан видеоны соңына дейін пайдаланып, дәл осы рецептпен сіз де қазыны жасап көріңіз. Ал бисмилля, жұмысымызды бастайық. Ең алдымен бізге керек заттар бұл жылқының ішегі және жылқы еті керек болады. Қазының ішіне салынатын ет негізі жылқының қабырға тұстарынан алынатын етті салады. Егер де ол жер қатты майлы болса немесе таза ет болып майсыз болып жатса, сіз өзіңіз қосымшалап кез келген майлы қара кесек еттерді салуға болады. Керекті мөлшердегі етімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай ішегіміздің ішіне салуға ыңғайлы болатындай жіңішке ұзын етіп турап аламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштерді саламыз. Ет алдын ала тұздалған, сонда да дәмі әдемі болу үшін 1 шай қасық тұз салдым, қара бұрыш салдым, және де ерекше дәм беретін зира және кинза. Қазыға осы екеуі ерекше дәм береді, және 1-2 тал чеснокты осылай езіп салдым. Барлығын жақсылап араластырып, мариновкаға бір кемінде 3 сағатқа қойып қоясыз. Қазы айналдырғанға жылқының ішегін пайдаланады. Ең алдымен ішекті пайдаланбас бұрын жақсылап жуып аласыз. Мен жуып тазартып дайындалып қойған ішекті сіздерге байлап көрсетіп жатырмын. Барынша таза жуылу үшін ішін сыртын ішіне айналдырып, тұзды ысқылау арқылы бірнеше рет жуып алыңыз. Ал енді мариновкада тұрған етімізді ішегіміздің бір жағын байлап немесе тігіп алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ішінде ауасы қалдырмай нығыздап сала бересіз. Негізі өзіңізге ыңғайлап көлемді кесіп алсаңыз да болады. Дәл осы дәмдеуіштерді қосып, сіз де қазыны жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Рецепт бір кәдеңізге жарасын. Алдағы уақытта дәл осындай рецептерді жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Назарыңызға рахмет. Сізге ас болсын.